Нур Көрөгуллардың жеке жайына қызметші болып жұмысқа кіреді. Мали Нурмен сөйлеседі. Біз бір-бірімізге керекпіз. Сенімен бірге болуыма мүмкіндік бер дейді. Нур, сен мені сатып кеткенсің. Саған сенбеймін дейді. Мали, бұл жолы сені сатпаймын. Біздің енді жоғалтатын ештемеміз жоқ. Мына жеке жайға ие болып өміріміздің соңына дейін жететін ақшаға ие боламыз. Бұл жеке жайға сантехник, күзетші болсын бірдеме қылып жұмысқа кіргіз дейді. Нур Малиге ақша беріп үстіңді ретке елдіріп кел дейді. Лейла Физаға звондап Нурдың қайда екенін сұрайды. Физа соңғы рет көргенде оның жағдайы қиын еді. Илдыздардың жеке жайын қоқысқа айналдырған. Өмір сүруге еш құштарлығы жоқ еді дейді. Эрен Лейланың Инстаграм парақшасына кіріп Барселонада бір көшеде тұрғанын біледі. Лейла Эренге Нур туралы айтуды жөн санайды. Эренге звондап кофе ішуге шақырады. Лейла Дживанның атындағы балалар интернатына келеді. Директор Гюзиденің түрмеде екенін айтады. Балалар Лейланы көріп қуанып кетеді. Жаңа директор балаларға қысым жасап, дұрыс жағдай жасамайтынын біледі. Эрен Лейлаға интернатқа келеді. Лейла директорға жұмыстан кетіңіз деп айтады. Бірақ директор қарсыласады. Эрен директорды өз еркімен жұмыстан кетуге көндіреді. Эрен балаларға торт заказ береді. Лейла Эренге рахмет айтады. Нур Лейланы көріп жанына келеді. Сен мұнда не істеп жүрсің деп сұрайды. Лейла, бұл жеке жайда менің досым тұрады. Ал өзіңше, тағы бір отбасын ойыншық қылайын деп жүрсің ба дейді. Нур, шаруаң болмасын дейді. Лейла, мен сенің арам ойындарыңа жол бермеймін. Эренге сен туралы айтып беремін дейді. Нур, араласпа. Осыдан бір жыл бұрын есіңде ма, осы жеке жайда менің әпкем Ханданға өз қолыңмен кешкі ас дайындап бердің. Сол тамақты ішкен соң ол өлді. Тамақтың ішінде у болды. Сен екеуміз бірге Эреннің анасын өлтірдік дейді. Лейла, өтірік айтасың. Мен тамаққа у қосқан жоқпын. Мен білген жоқпын дейді. Нур, егер Эренге айтатын болсаң, онда мен де сен айтамын. Сен сыбайлас болдың дейді. Нур, Малиге Ведат мырзаның Диляра деген қызы бар. Ол түнде көңіл көтеретін жерлерден қалмайды. Бүгін түнде сен оны қолына түсіресің деп тапсырма береді. Эрен Лейлаға сен маған бірдеме айтамын дедің. Айта бер дейді. Лейла, маңызды ештеме емес деп айтады. Нурдың жоспарын жүзеге асыруға қызметші Недирет кедергі болады. Нур Недиретті жолынан алып тастауды жоспарлайды. Мали қызметші Недиреттің анасына барып, қызыңыз қиын жағдайда мені жеке жайдан жіберді. Сізді алып кетуге келдім деп алдап машинаға отырғызып көшеге тастап кетеді. Ведат мырза Нурға Диляраны шақыр деп айтады. Диляра әкесінен қорқады. Жабық вечеринкада көңіл көтереді. Журналистердің көзіне түсіп қалмау үшін артқы балконнан секіріп кетпекші болады. Мали сол сәтті пайдаланып Диляраға көмектеседі. Үйіне жеткізіп тастайды. Диляра бұрынғы жүргізушісін жұмыстан қуып Малиді жеке жүргізушісі қылып алады. Лейла Нурмен сөйлесуге келеді. Бұл жерде не мақсатпен жүргеніңді білмеймін. Бірақ досым Эренге зияныңды тигізбе дейді. Нур Көрөгуллардың әр отбасы мүшелерін жақыннан танып, әлсіз тұстарын зерттей бастайды. Эрен анасының жазған хатын тауып алады. Ұлым, сен бұл хатты оқып отырсаң, мен бұл дүниеде жоқ болғаным. Мен сені кішкентай кезіңнен интернатқа беріп, бұл отбасыдан мейлінше жырақта өсірдім. Көрөгулу отбасы өте қауіпті адамдар. Атаң тірі болғанда сен осы жеке жайда өз орында отырар едің. Мен жылдар бойы шыдап келдім. Бұл шайқаста не оларға, не бізге жеңіске жету керек еді. Егер бұл хатты оқып отырсаң, олардың менің түбіме жеткенін біл. Және бұл үйде қалма, тез кет. Олардың сағанда қастандық жасауы әбден мүмкін деп жазылған еді. Эрен анасының хатын оқып жылап заттарын жинап кетпекші болады. Бірақ ойланып қалып қояды. Дастархан басына келіп, бұл үйдің иісі, тіптің судың иісі де өткенді еске түсіреді. Бұл үйде біреу бірдеме жасырып жүр. Күнә жасаған адамның үстінен сасық иіс шығып тұрады.
Ол адамның ары маза бермей қолдарда дірілдейді деп Фуаттың иығынан ұстап кетіп қалады. Ведат мырзаның жағдайы нашарлап кетеді. Нұр жанына барып алғашқы көмек көрсетеді. Балаларының бәрі келеді. Дәрігер дәрінің орнына капсулаға біреу тұз салып қойғанын айтады. Ведат мырза есін жиып Нұрды саусағымен көрсетіп мені құтқарып қалды деп айтады. Недерет Ведат мырзаға Нұрдың жұмысқа тұрғанына 2-ақ күн болды. Бөтен адам. Ниеті қандай екенін білмейміз. Дәріні ауыстырып қойған сол шығар деп айтады. Ақсен оны Фуат жұмысқа алды. Қайдан алып келгені, не себепті жұмысқа алғаны белгісіз деп айтады. Ведат балаларына өзін өлтіргісі келген адамды табуға 24 сағат беретінін айтады. Ләйла Еренге көмектескеніне алғыс ретінде сыйлық беруге келеді. Нұр алдынан шығады. Малиге Ерен мен Ләйланың артынан аңды деп тапсырма береді. Мали артынан барады. Олардың Дживанның интернатына келгенін көреді. Дживанның атын оқып көңілі босап жылайды. Ведат Недеретті жұмыстан қуады. Еренді шақырып мен Недеретті жұмыстан қудым. Ол менің бұл үйдегі құлағым мен көзім еді. Оның жазықсыз екенін білемін. Сен маған бұны кімнің жасағанын тауып бер деп айтады. Ләйла мен Мали кездеседі. Ләйла Малиге сен Нұрмен бірігіп тағы не білдірейін деп жүрсің. Дживанның аруағынан сәлде болсын ұялсаңшы. Ар-ұятың маза бермейді ма деп айтады. Мали мен Нұрдан кек алу үшін оған өтірік көмектескендей болып жүрмін. Ол мені өлтірмекші болды. Бірақ мен аман қалдым. Оны соңында ештемесіз жалғыз қалдырамын деп айтады. Ләйла не үшін олай жасайсың деп сұрайды. Мали Дживан үшін деп айтады. Ведаттың көзіне сантехник Неджо болып елестейді. Ведат есінен ауысып сантехниктің жағасынан алып сен мұнда не істеп жүрсің? Саған жасаған жұмысың үшін ақшаңды берген жоқпын ба? Ол өлді. Енді жоқ. Сен оны теңізге тастадың. Енді бұл жерден кет деп айқайлап қылқындырады. Сантехник Ведат мырза, не айтып тұрсыз? Есіңізді жиыңыз деп қорқып қалады. Нұр бәрін естіп тұрады. Әкесін Ведаттың өлтіргенін біледі. Фейза Нұрға келеді. Мен Ведат мырзаның адвокаты болуым керек. Сен маған көмектесесің дейді. Нұр кезінде маған жұмыс жасап едің. Енді мен саған жұмыс жасауым керек па? Жоқ дейді. Фейза егер маған көмектеспесең мен Мали екеуіңнің кім екендеріңді айтып беремін деп қолындағы фотосуреттерді көрсетеді. Нұр мен оны қалай жасаймын? Ведат мырза менің айтқанымды тыңдайды дейсің ба дейді. Фейза мен ештеме білмеймін. Не менің айтқанымды жасайсың, не болмаса жоспарыңның күл талқанын шығарамын деп сес көрсетіп кетіп қалды.